Әрбір құбылыс аят. Соны түсініңіз. Бойға кеп қалған бір ауру келіп қалса да, бір ауырып қалсаңыз қатты, мысалы, бір жеріңізді ауыртып алсаңыз да, сіз біліңіз, Алла Тағаланың белгісі сіздің бойыңызда жұмыс істеп отыр. Бірақ сіз мұсылман болып, сәждеңіз болған айтасыз: Раббым, осы аурудың жақсылығын сұраймын мен сенен. Дүнием үшін де, ақыретім үшін де қайырлы қылшы осыны мені. Осыны жеткілікті қылып тасташы маған, жәннат үшін. Сонда қиналмайсыз ол нәрсе. Өйткені ол келді, оны кетіре алмайсың. Алла Тағала жіберген нәрсесін кетіре алмайсың, хронический қылып қаласа. Түсіндіңіз бе? Созылмалы қылып қаласа, оны кетіре алмайсың. Оған тек көну керек. Көнбесең өзің одан сайын ауырасың. Оған көніп, Раббым осы үшін жәннатты берші деген сауда жасап алу үшін келген ол нәрсе. Өйткені қиямет күні Алла Тағаланың алдында тұратын кездегі осы жерде отырған әркіміміздің күйін Алла жақсы біледі ғой. Біледі ғой әркімнің қандай күйде болатынын. Сол күйін шешіп жатыр да осы дүниеде мұсылманға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, осы желді мысалға келтіреді. Мұсылман адам бір егіннің алқабына ұқсайды дейді. Егін алқап, егін өсіп тұрған. Бидай, жүгері дейік. Жел қайта-қайта еңкейтеді дейді оны. Еңкейе береді бүйтіп. Жел келетті, еңкейте береді. Мұсылман адам, мүмин адам осы желмен еңкейе беретін қайта-қайта алқапқа ұқсайды дейді. Жел еңкейтеді, жел кеткен қайтадан, жел қайтадан. Бұны не үшін айтып жатырмын дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Осылайша сынақ сендердің бастарыңнан ешқашан үзілмейді дейді. Мұсылмандарға айтып отыр. Үзілмейді дейді. Оны үзу мүмкін емес. Ол қиямет үшін керек нәрсе екен да. Ал кәпірлер мен мұнафықтарды мысалға келтірсек, олар бір сірейіп алған бір жаңағы ағаш сияқты дейді. Қозғалмай тұратын. Орманда ағаштар болады мысалы, қатты ағаш. Түбінен кесіп тастамайынша бір еңкеймейді ғой дейді ол.